Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін маңызды әрі пайдалы еммен бөліскелі жатырмын. Мынау ұлардың қиы. Ұлар дегенді енді білетінше, сір оны білмейтін адам жоқ шығар. Ұлардың еті мыңда бір ауруға емдейді. Кезінде Қытайда олардың етін жеген адамның өзін жеп қойған деген әңгіме бүткіл аңшылардың аузында жүреді. Оны барлық жақтан естуге болады. Олар шөп деген бар. Оны да жаңағы мың сан ауруға ем деп сатып жатады. Көптеген халық емі жаңағы мұсылманский дүкендерде. Ал ұлардың қиы дегенде бұны ангинаға пайдаланады. Мен алдымда қазір тұр. Біз азғантайым өткен тауда шығып видео түсіріп едім ғой. Сол кезде осыны терген болатынбыз. Бүгін сәті келіп осыны видео түсіріп жатырмыз. Бұны менің өзім әлде кезінде ішкенмін. Себебі менің ангинам болғандықтан демала алмай 3 күн дегенде 3-ші күні жиркенсе де жалпы бергісі келмесе де беріп осыдан аман қалғанмын. Құдай куә. Мынау осындай көлемдегісін бір стакан суға майдалаймыз. Ең алдымен жақсылап, қазір мен жылдам майдалай алмай тұрмын видеоға байланысты. Жақсылап майдалап, бұны азанда бір, кешке бір жатардан алдын ішеді. 2 күн, 3 күн ары кеткенде 3 күн ішеді, сонымен нәтижесін береді. Ангина түбегейлі жойылады. Ол хронический болсын, басқасы болсын. Әйтпесем бұл ангинаға қатысты басқа да емдерді жасатқызып емдей алмай жүрген адамдар көп. Осы емді пайдалансаңыздар болады. Жалпы ангина тамақтың ауруына қатысты. Рахмет. Видео ұнаған болса, WhatsApp-қа, группаларға тарқатсаңыздар болады. Егер халық емі бойынша басқа да сұрақтарыңыз болатын болса, астындағы номерге жазыңыздар WhatsApp-қа.